Армысыздар, мен алтындарым. Интернет желісінде бір орыс қыздан бейне жазбасын көріп қалдым. Сонда айтып жатқаны, мен қазақ мектебін бітірдім, менің сіңілім орыс мектебін бітірді. Мен қазақ тілін білемін, ол білмейді. Енді қазақ тілін оқуға мәжбүр дейді. Өте қызық нәрсе. Енді өзім жайлы айтып кетейін. Мен Анастасиямын. Қазақ мектебін бітірдім. Ал менің сіңілім. Мен орыс мектебін бітірдім, және де жоғары оқу орнында орыс тілінде оқыдым. Бірақ біз үйде тек қазақша сөйледік. Сол себепті бұл адамға байланысты деп ойлаймын. Мектепке байланысты емес, қазақ мектебі, орыс мектебі болсын, барлығы отбасынан басталады. Тәрбие, білім, мәдениет, ары қарай кете берсек, барлығы отбасыдан басталады. Мысалы, біздің отбасымыз түгелдей қазақ тілінде сөйлейді үйде. Сол себептен біз қазақ тілін жетік білеміз, мақал мәтелдерін майын тамызып тұрып сөйлейміз. Және де қазақтың бір жақсы сөзі бар ғой: балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны істейді.